Елбасының жуырда ғана жарияланған Ұлы даланың 7 қыры атты мақаласында атқа міну мәдениеті және аң стиліне ерекше тоқталды. Бұл саятшылықты жанына серік еткен жезқазғандағы ағайынға тың серпіліс берді деуге болады. Бүгінде Қасеновтер отбасы құмай тазыны асырап, оны жарысқа қосып, рухани жаңғыру аясында жаңаша тәсілмен баптауда. Жеті қазынаның бірі болған итке қатысты берер сипаттама көп. Сол қасиеттері үшінде болар, жыл санауда оған да орын берілген. Қасеновтер отбасының азаматтары Қаршадайынан тазы баптап, алғыр жануардың жайын біліп өскен. Қазір үйлерінде жеті қазынаның бірі саналатын құмай тазының 6-ауы бар. Соның ішінде ұзаған қараны қуып жететін өте жүйрегі, иісшілі бар. Олар жүйрік келетіндіктен сәйкесінше оның денесі ықшам, жүгіріске жеңіл болады. Жарты күн осыны тазылармен айналысуға кетеді. Күнделікті тамақтары бар, дайындау. Одан кейін далаға шығарамыз, жүгіртеміз. Осы қазір аңшылық уақыты ғой, кезеңі. Күнде демалыстарды сайын шығып отыруға тырысамыз. Мына тазының мысалы тұйғынның, бұның енді мінезі шатақтау келеді. Ол көбінесе байлап қоямыз. Аң алғанда сосын басқа тазыларға мінезін көрсетеді. Оның қасына тез бармасақ, басқа тазылармен төбелес қалуы мүмкін. Мына тазы, бұл қаншық, екінші қарбасат биыл. Бұл иттерден қорықпайды өзі, батыл, сондай. Әрбір аңды өзі жалғыз ала береді. Барлық иттердің алдынан қашқан аң, ұшқан құс құтылмайды. Шашақ құлағы мен содырайған бақайлары, сидиған қабырғаларынан таза қанды екенін бірден аңғарасыз. Элиталық тазылар қасқыр, түлкі, қоян тәрізді 20-дан астам аң құсты қанжығаларына майлаған. Ал құмай елес лашын түрлі жарыстар мен көрмелерге қатысады. Алдымен иттердің талапқа сай болуы бағамдалады. Мәселен, белгіленген меже бойынша олардың салмағы 25-30 келіден аспауы керек. Сыртқы кесін келбетті де көпшілікті тәнті етуі тиіс. Өткен жылы Экспо 2017 халықаралық көрмесі аясында ұйымдастырылған жарыста электронды қоянды 15 секундта ұстапты. Бұл жоғарғы көрсеткіш. Бас. Жүйрік ат пен құмай тазы Амангелді Қасеновтың сенімді серіктері. Үнемі қансонарда аңға шығып тазылардың бабын байқайды. Себебі бұл өз кезінде жаттығудың таптырмас жолы. Рухты азамат бабадан қалған бекзада өнер ұрпаққа ұлағат деп біледі. Қазақтың құмай тазысына дұрыс насихаттау керек дейді. Сондықтан уақытында әрекет етіп, асыл тұқымды итті сақтап қалуды діттейді. Ендігі мақсаты қазақ тазысын халықаралық дәрежеде мойындату міндеті тұр. Мектепте оқып жүрген кезде әкемнің қасында жүріп аң ауладым. Содан кейін бұл әкемізден қалған бізге салт дәстүрді әрі қарай жалғасып келе жатыр. Менен кейін балаларым жалғастырып жатыр бұл құмай тазыны. Бұл қалған емес. Бұл саятшылық, таз жүгірту, ат қосу, ат жүгірту деген бұл біздің бойымыздағы қасиетіміз. Әлі де соны жаңғыртып, солай келе жатырмыз. Бұл қазақ тазыны біз бұны жоғалтпауымыз керек, әрі қарай жаңғыртуымыз керек, дамытуымыз керек, жақсы тазылар ұстау керек. Сондықтан өткен жылда үлкен бір мәселелер қозғалып жатыр. Тазылардың негізі құжаттап, бұл тазыларды тізімге алатын болса, біздің қазақ тазы құрмайды. Бүгінде бұл құмай тазылар бірнеше республикалық халықаралық жарыстарда жүзден жүйрік шыққан. Көрмелерде жеңіп алған мақтау марапаттары жетерлік. Бұл біле білсек ұлттық өнер, ұлтқа тиесілі асыл мұра, баға жетпес байлық екенін көрсетеді. Олардың ендігі мақсаты өгейсіп қалған саятшылық өнерді әрі қарай дамыта түсу.